Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін осындай тез әрі дәмді, бар жоғы бір уыс қана піскен ет болса болды. Әдемі кешкі ас, түскі ас дайындауға болады. Өте керемет шықты. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де бізге бір уыс піскен ет, және де осылай қызанақ, тәтті бұрыш, помидор, чеснок үйде бар көкөністерден осылай турап жасай бересіздер. Менде осындай заттар бар екен, және де осылай ұзынша етіп, бәрін жуып тазалап алып, әдемілеп, осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Егер кешкі асқа не істерлеріңізді білмесеңіздер, піскен бір уыс қана ет болса болды, осыны жасап жеңіздер. Міне осылай өзімізге ыңғайлы етіп, әдемілеп турап алатын боламыз. Міне менің осылай ет асқан едіммін, содан қалған бір уыс етім бар, соған. Ал енді қызып тұрған табаға осылай май құйып, пиязымызды және тәтті бұрышымызды, болгарский перец салып, жақсылап орташа отта әдемілеп қуыратын боламыз. Өте керемет дәмді болып шықты. Және де айта кетейін, менің каналымда басқа да кешкі асқа, түскі асқа арналған осылай тез дайындалатын дәмді тағам түрлері бар. Менің каналымда плейлист бар, сол жерде ас мәзір бар, сол жерден көрсеңіздер болады. Тағы да басқа тәтті бәліштер, табада пісірілетін торттар, сусындардың видео рецептілері де бар. Енді осылай етті де, қызанақты да жақсылап бәрін салып, кезек-кезектен бәрін жақсылап салып, жай отта жақсылап пісіріп алатын боламыз. Енді осылай кішкене мен приправа қостым. Сіздер ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Және де осылай тұзымызды қосып, жақсылап, жай отта тағы бір 5 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне қызанағымыз еріп, жақсылап бәрі пісті. Енді өлшеп 200 грамм, 250 грамм осылай спагеттиімізді салып, мен 3-4 адамға арнап жасадым. 250 граммдай спагетти салдым, 200 граммдай. Енді осының үстіне спагетти батып тұратындай етіп, қайнаған су құятын боламыз. Осылай қайнаған суымызды құйып аламыз, және де астын күшейтіп, бір қайнатып алып, астын басып, жай отта 15 минуттай пісіретін боламыз. Спагетти піскенше. Менде 15-20 минут көлемінде пісті. Және де осылай бір рет араластырып қоямыз. Енді жай отта пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Өте дәмді, керемет болып шықты. Менің жолдасыма өте қатты ұнады. Және де балалар да спагеттиді сүйіп жейді. Жақсылап бәрін тауысып қойды. Міне дайын болды. Осындай керемет дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Лүпіл басып комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.